Мынау Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левит. Ол Қазақстанға бөлінген қаражат үшін ақш-тың ескі билігін, оның ішінде USAID-ті сынап жатыр. Толық түсіндірейін. USAID ақш-тың халықаралық даму агенттігі. Бұл ұйым 1961 жылы президент Джон Кеннедидің бастамасымен құрылған. Агенттіктің басты мақсаты әлемнің әртүрлі елдерінде экономикалық даму, демократияны нығайту. Ал Дональд Трамп билікке келгеннен кейін USAID-тың қаржылық шығындарына көп назар аударылып жатыр. Трамп пен оның жақтастары агенттікті ақш мүддесіне сәйкес келмейтін іспен айналысты, ақшаны тиімсіз жұмсайды деп айыптап жатыр. Мысалы, шетелдегі даулы жобалар ішінде Гватемалада жыныс ауыстыру операцияларына $2 миллион бөлінгенін айтуға болады. Ал Мысырдағы туризмді дамытуға $20 миллион жұмсалған. Иракта Сезам көшесі мультсериалын қаржыландыруға $20 миллион. Ал Қазақстанға келсек, ұйым жалған ақпаратпен күреске және басқа да гранттарға $4,5 миллион қаражат жұмсаған. Бұл қарапайым америкалық салық төлеушілерге орынсыз шығын болып көрінген. Ал ақш-тың өзінде, мысалы, Солтүстік Каролинадағы дауыл мен Калифорниядағы өрттен зардап шеккендерге көмек жетіспей жатыр. Бірақ үкімет басқа елдерге миллиондап ақша жібереді. Агенттік көптеген елде саяси және әлеуметтік өзгерістерге ықпал ету мүмкін. Яғни ақш-тың геосаяси мүдделерін жүргізеді. Бірақ бұл кейбір мемлекеттер үшін ішкі араласу ретінде қабылданып келеді. Кейбір елдер USAID-ті ақш-тың саяси құралы деп санап тыйым да салған. Трамп әкімшілігі USAID-ті реформалауды, оның бюджетін қысқартуды және қаржыны көбінесе ақш-тың ішкі қажеттіліктеріне бағыттауды көздеп отыр. Енді бұдан не түсінеміз десек, ақш-тың бұдан былай шетелдегі ықпалы азаюы мүмкін. Ал маңызды өзекті ақпарат осы USAID-қа қатысты жаңалықтың бәрін әшкере Telegram арнасынан оқи аласыз.